Бастаңыз. Мен Нұрғалиев Амангелді Қабылшауылы бірге істеген қызметте сыйласым болған Нәкен Серікбаев 1964 жылдан таныспын. Өте қарапайым, ақылды, мейірімді азамат еді. 1975 жылы үйленді, үлгілі малшы, ауылында мұғалім болып істеді. Жұлдыз газетіне мақала беріп жүрді. Ол кезде мен Максим Горький мектебінде машина тану және ән сабақтарынан беріп жүрдім. 74 жылдан бастап екеуміз бірге редакцияда жұмыс істей бастадық. Сөзге шешен, әрбір тақырыпта тиянақты жазатын. Онымен қоса бірге өлең шығаратынбыз. Журналистер одағының мүшесі. Біз оны арамызда Нәксер деп атаушы едік. Екеуміз бірі талай жерлерді араладық. Біріміз аға, біріміз іні боп, біріміз құрметтеп жүруші едік. Халыққа жағымды, жұмысшылар ортасында беделді азамат еді. Міне маған бірнеше кітаптарын берген. Мынандай кітап бар мінекей. Бала жал түлегі деген кітабы бар. Жүректің сырлы саздары деген кітаптары бар. Бірнеше кітаптар, және онымен қоса марқұм маған өлең шығаршы деп ылғи өлеңдерін жазып әкеп беретін. Соның ішінде іріктеп алған өлеңдеріміз Махаббат нұры, Қалбатау, тағы сол сияқты көп арнаулы өлеңдер. Аяулы ана, Асыл әке деген сияқты. Қалбатаудың қаламқасы, Лайлы өзеніне арнау, ат дүбірі, Қалбатау деген сияқты көп өлеңдер, өлі айта берсе өлеңдер көп, бірақ мен өлеңдерін осы әндерін шығарып, екеуміз бір-бірімізді көрмесек сағынып, асығыста бірге жүруші едік. Марқұм болып кетті, ертерек қайтыс болды. Менен бір 5-6 жас кішірек. Мен 41 жылым, ол жыл айын жөндеп айтпады, бірақ сол мен өзім болжауым бойынша менен сол 5-6 жас кәне кіші болу керек, сондай болу керек. Сол енді қайтеміз енді.